Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы машинисі мамандығы бойынша 22-ші топтағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Байсалакова Эльмира Курмансейітовна. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін біз сіздермен іскерлік хат тақырыбында жаңа тақырыпты меңгеруге тырысамыз. Іскерлік хат тақырыбын оқу арқылы біз қандай мақсатты көздейміз? Біз сіздермен іскерлік хатқа қойылатын талаптарды біле отырып, іскерлік хат жазуға тырысамыз. Жай хат пен іскерлік хаттардың арасында белгілі бір айырмашылықтар бар. Қарапайым хаттар, жеке адамның хаттары белгілі бір оқиға, адамдар, заттар, әртүрлі жаңалық, өзгерістерді бір-біріне жеткізуді көздесе, іскерлік хаттар белгілі бір мақсатта, белгілі бір бағытта ғана жазылады. Жауап сіздің сұранысыңызға байланысты бір нәрсені алу, сату, немесе беру, шот бойынша есеп айырысу, тағы да басқа күрделі мәселелерді қамтиды. Сонымен іскерлік хаттың негізгі мақсаты қандай? Жолданған хатқа хат алушының нақты бір жауабын алу болып табылады. Іскерлік хат дегеніміз сонымен не болды? Жеке адамдар немесе мекемелер арасында жазылатын, күнделікті мәселелерді бірлесе шешу үшін олардың арасында іскерлік қарым-қатынасты қалыптастыратын жазбаша құжат. Іскерлік хатқа қойылатын талаптар. Хат сауатты, әрі түсінікті тілмен жазылып, сапалы басылуы керек. Екінші, хат алушының мекен жайы, қызмет дәрежесі нақты көрсетілуі керек. Үшінші, хатты арнайы бланкке жазған кезде, хат алушының бұл хатты бүкіл мекеменің атынан жазылған деп түсінгенін естен шығармау керек. Хат сөздерінің орынды, жинақы қолданылу керек екенін естен шығармауымыз керек. Іскерлік хат тақырыбын жақсы түсініп алғаннан кейін, іскерлік хат алмасудың ережелері атты видеоны тыңдаңыздар. Алғашқы рет серіктестеріңізге іскерлік хат жазар кезде неден және қалай бастарыңызды білмей бас қатырарыңыз белгілі. Іскерлік хат досыңызға немесе туысыңызға хат жазумен тең емес. Ендеше, оның қарапайым ережелерімен таныс болыңыз. Тексеру. Егер сіз үшін іскерлік хат алмасу аса маңызды болмаса, поштаңызды күніне 2 рет, таңертең жұмысқа келіп және түстен кейін бір уақыт тексеруіңізге болады. Егер клиенттермен және іскерлік серіктестермен қарым-қатынас орнату сіздің күнделікті қызметіңіздің бір бөлігі болса, компьютеріңіздің жұмыс үстеліне поштаңызға келіп түскен хаттар туралы белгі беретін хабарламаны орнатып қойыңыз. Жауап. Этикет ережесіне сәйкес хатқа жауап барынша тез жазылуы тиіс. Жұмыс поштасына келген хаттарды жауапсыз қалдыруға болмайды. Ал ресми ережелерге сәйкес поштаға келген хаттарға 10 күннің ішінде, факс бойынша жіберілген хабарламаларға 2 күннің ішінде жауап қайтару керек. Сақтау. Хаттардың спам папкасына түсіп кетпеуін қадағалап отырған дұрыс. Сонымен қатар оларды белгілі бір уақытқа дейін өшіруге болмайды. Себебі, қандайда бір жанжалға ұласқан жағдай орын алса, сақталған хаттар мәселенің дұрыс-бұрыстығын анықтауға көмектеседі. Пайдалану. Компанияның электрондық мекен жайын жеке мақсатта пайдалануға болмайды. Ол тек жұмыс барысында ғана пайдаланылатын құралға айналуы тиіс. Сондай-ақ жеке электронды поштаны да жұмыс мақсатында қолдану дұрыс емес. Егер ондай жағдай туындай қалса, жеке поштадан жіберілген хаттардың ресми үлгіде жазылуын қадағалау керек. Бұл іскерлік хат алмасудың бастапқы ережелері. Енді хатқа қалай жауап беру керек? Соған тоқталайық. Сәлемдесу. Серіктеспен амандасқанда қайырлы күн, қайырлы кеш деп жазу қате болып есептеледі. Өйткені ол адам сіздің хатыңызды қай уақытта ашып оқитыны белгісіз. Сол себепті оның орнына армысыз, сәлеметсіз бе деген сынды сәлемдесуді қолданыңыз. Дұрыс жауап беру. Іскерлік хат алмасу әдептілік пен сыпайылықты талап етеді. Жаргондарды, дөрекі сөздерді қолданбаңыз. Серіктесіңізбен көп жылдар бойы бірге қызмет етіп келе жатсаңыз да, хат жазу барысында смайлик жіберу орынсыз. Сауаттылық.
Сауаттылық бұл мәдени дамудың зияткерлік деңгейдің көрсеткіші. Сол арқылы компанияның беделін көтеруге, өзгелердің сенімін арттыруға болады. Қатені қадағалаудың сан мың жолы бар. Өзіңізге сенімсіз болсаңыз, мәтініңізді арнайы бағдарламаға салып немесе өзгелерге тексертіп алыңыз. Анықтық. Егер сіздің не жазғаныңыз анық болмаса, мың жерден қатесіз жазсаңыз да бос әурешілік. Сол себепті кәсіби терминдерді қолдану барысында сақ болыңыз. Егер ол түсініксіз десеңіз, анықтамасын жазыңыз. Өзіңіз түсінбейтін сөзді жазудан сақтаныңыз. Қисынды жауап. Сізге жолданған сауалдың жауабы белгісіз болса, хат жолдаушының күте тұруын сұраңыз. Егер жауабы белгілі болса, оны барынша тексеріңіз. Көркемдеу. Жазған мәтініңізді көркем етіп жіберу маңызды. Абзацтарда мәтіннің көлемін дұрыстаңыз. Хатыңыз бір деммен оқылатындай болу керек. Тақырып. Электронды хат жолдау кезінде тақырып деген орын бос қалмауы тиіс. Оны міндетті түрде толтырыңыз. Өйткені сіз жолдаған хаттың тақырыбына қарап, оқып отырған адам не айтпақ болғаныңызды түсінеді. Ең дұрысы ол мынадай пішінде жазылуы керек. Мекеменің аты, мәселенің мәні. Мысалы, әлем акционерлік қоғамы Еуропадан тапсырыстарды жеткізу. Қолтаңба. Көптеген электронды пошта қызметтері автоматты қолданбаны пайдалануға мүмкіндік береді. Ол мынадай формада болады. Аты, компаниясы, қызметі. Мысалы, Есенов А.З. Әлем акционерлік қоғамы, бас менеджері. Автоматты қолтаңба арқылы хат алушы өзімен кім байланысып жатқанын және оған қалай жауап беру керектігін анықтай алады. Көлемі және мазмұны. Тым көлемді және ұзақ жазылған хаттарды оқу қиын. Сол себепті қысқа жазуға дағдыланыңыз. Сіздің іскерлік хатыңызда айтпақ болған ойыңыздың тобықтай түйіні нақты көрсетілуі тиіс. Уақыты. Жұмыс уақытының соңғы сағаттарында немесе жұма күнінің екінші жартысында хат жолдау әдепсіздікке жатады. Сонымен қатар, ол хаттардың жауабын дәл жіберілген күні алуыңыз екіталай. Сіздер іскерлік хат алмасудың қарапайым ережелерімен таныс болдыңыздар. Хат жолдаудың тәсілдері оңай. Тек барлығына жақсылап назар аударғаныңыз маңызды. Дұрыс хат жаза білу ісіңізді табысты етуге бастайтын бір қадам. Ендеше, іскерлік хат тақырыбын мұқият тыңдап алғаннан кейін тапсырма орындауға кірісеміз. Бірінші тапсырма мақал сөздің мәйегі бойынша мына мақалдардың мағынасын ашып, оларды көркем, әрі сөздерді орынды қолдана отырып, ойымызды жеткізуіміз керек. Бірінші мақал. Жер ырыстың кіндігі, білім ырыстың тізгіні. Екінші. Ағайынды алтау болса, адам тимейді. Тура жүрсең, лебізің күймейді. Екінші тапсырма. Мәселен, сіз өз кәсібіңіздің иесісіз. Сіздің бизнесіңізге керекті құрал жабдықтарды алу үшін, сол құрал жабдықтарды өндіретін кәсіп иесіне іскерлік хат жазуыңыз керек. Бұл хатты сіз қалай жазар едіңіз? Іскерлік хатқа қойылатын талаптарды орындай отырып, іскерлік хат жазыңыз. Тапсырманы мұқият орындаңыз. Орындап болғаннан кейін өз ойларыңызды жолдаңыздар. Ендеше сау болыңыздар.